Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода мен сіздерге бізде газ өшіп қалғандықтан ошақта дайындалатын өте керемет борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Оған керек заттар картоп, болгарский, одан кейін барып капуста, яғни қырыққабат, сәбіз, пияз, ет, тұз, томатный паста және де сұйық май керек. Енді ең бірінші ыдысымызға сұйық май құямыз, етті жақсылап жуамыз, өзіміздің немізге саламыз, жақсылап араластырамыз, үстінен пиязды саламыз, жақсылап қуырып араластырып аламыз, жақсылап қуырылуы керек. Одан соң болгарский турап аламыз және де оны салып қайтадан жақсылап қуырамыз. Жақсылап араластыруымыз міндетті, сонда әдемі тәтті болып шығады. Одан кейін барып сәбіз саламыз, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін томатный пастадан бір қасық саламыз, немесе 2 қасық салуға да болады. Қайтадан жақсылап араластырамыз. Бізде ол дәмді дәм береді. Және де достар, бұл бізде ошақта жасалғандықтан өте дәмді болып шықты. Одан кейін барып картопты біз осылай үлкен етіп сала бердік. Жақсылап араластырамыз, үстінен су құямыз. Толтырып құю керек сорпаға деп, одан соң тұз саламыз. Ол сіздердің сорпаларыңыздың көлеміне байланысты, және де жақсылап араластырып, бетін жауып қайнатамыз. Одан кейін барып жақсылап қайнағаннан кейін барып, біздегі қырыққабат саламыз, тағы да жақсылап қайнатамыз. Өте дәмді болып шығады достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма, инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет осы рецепті соңына дейін көргендеріңіз үшін. Сау болыңыздар.